жоқ. Олар Болат Назарбаев емес ол. Болат Назарбаев Шымкентте жаңағы 1000 қазан палау басып, 10 000 шымкенттікті палауға қарық қылған сияқты ондай іс-шара болмайды. Дәстүрінде жоқ. Бірақ дәл осы ауру тарап жатқан кезде Уханда, ең үлкен қаланың орталық алаңында билік тарапынан тегін тамақ ұйымдастырылады. Ал тамақ дегенде бұл Қытай қубасы домалайды. Той дегенде қазақтың қубасы домалағандай. Өлген Қытай көрінен тіріліп, кебінін сүйретіп, әг алаңға қарай домалайды ғой. Енді ана тамақ таласады ана. Бейне ана тәжіктердің жемісін Астанада қазақтар таласып тармасып әлемге масқара болғанымыздай сөйтіп таласады ғой. Оның барлығы не? Ухан қаласында ауру тарапты тарамапты деп ел дүдәмәл болып жатқан кезде тарады. Бүкіл қалқараға ұшақты тимайды. Қытай. Ауру тарамайды, адамнан адамға жұқпайды деп жатыр. Тіпті Еуропа мен Америкада жаңағы Қытай азаматтары белгісіз бір нәрселерді тіпті тұтқаларға, есік тұтқаларына, ауаға шашып жүрді. Нені шашып жүрді? Өздер тұмшаланған. Анау супермаркеттердің жел жемістеріне бірдеңені шашып кетеді. Бүйтіп кетіп барады, пыс-пыс еткізіп қашып кетеді. Камераға түсіп қол. Елдің бәрі таңырқайды, олар не істеп жүрді? Ең соңында бұл ауру сомдық болды. Енді Google-ден қарай салыңыздар. Қанша миллион адам өліпті. Қараңыздаршы, дәл қазір Google-ген қарап жазыңыздаршы. How many people died by COVID-19 деп жазыңыздар. Немесе COVID-19-нан қанша миллион адам өлді жер шары бойынша деп жазыңыздар, санағы шыға келеді. Міне, қаншама адам өлді. Енді осының төлемі анау емес, мынау емес, анау емес, мынау емес. Дәл осы Орыс-Украина соғысының ең қызған сәтінде Еуропа мен Америка Украинаға беретін қарудың өзін тапшылығын сезініп жатқан кезінде, ақшасын ақшалай беріп жеткізе алмай, қаруын қарулай беріп жеткізе алмай, тіпті Украинаға ататын анау снарядтардың өзі жетіспей, бүкіл Еуропа болып, енді оны үшінші елдерден, біреулер айтады Индия дейді, біреулер айтады Африка елдері дейді, содан сатып алып, ана снарядтар өздері сатқан. Ол қайтадан жинап Чехия бас болып Украинаға жеткіз. Ататын оқ жоқ. Өткенде айттым. Бүкіл Еуропаның Украинаға берген снаряды жаңағы Чехия бас болып елден сұрап алып тұрып, жаңа Канада бәлем миллион атадым деп жылу атап ана. Бейне қараңыздар, Қазақстанда айту бір су басады, апат болады, сел болады, тасқын болады, жарылыс болады, көшкін болады. Сонда ана өкімет жайында, өкіметтің қатысы Туканың сөзін айтады. Не енді мен жұмыстың бәрін қайырып қойып, аяғыма бот киіп барайын бенді деген әңгімені айтады біздің өкімет. Тука сонаны әулие екеніз. Тукаға Тука әулие деген ат қойып қойсақ болады деген. 20 жыл бұрын соны мен естігемде Туканың сөзінен. 2003 па 2004-те тыңдағанмын. Өкімет сондай көзқарасты. Сол кезде қазақ жылу атайды, өзін өзі құтқарады. Тура сол сияқты. Осы жолы Еуропа, Американың елдер жылу атады. Сөйтіп жан-жақтан анадан бір талоқ, мынадан 2 талоқ жинап, оны Украинаға жеткізді. Украиндер жылады. Біз бір оқ атқанда орыстар 10 оқпен жауап қайтарады деді. Снарядқа. Енді не істейді? Бүкіл Еуропа жиналып Украинаға 500 000 снаряд беріпті. Қойнын, қоншын, қалтасын, байпағын жаңа ақтарып жүріп іздеп тауып 500 000 беріпті. Бір мына семіз бала, мешел бала, солтүстік Корейдікі, ол 5 миллион беріп қойған. Ол Еуропа, Американың бергенін беріп қойған. Енді осыдан ақ ойлай беріңдер. Бұл соғыс жасырар жоқ, азуын айға білеген Еуропа мен Америкаңыздың да қару жарағының жаңағы тапшылығын көрсетіп қойды. Қару жарағы кәдімгідей тапшы екендігі білініп қалды. Олар Еуропа мен Америка не нәрсеге сенді? Қаруының озықтығына сенді. Бірақ атом оқпасы жағынан
бүкіл Еуропа Америкадағы атом оқпасы бір Ресейдегі атом оқпасына жетпейді. Бірақ Еуропа Америка неге оны көптеп жасай алмайды? Олар айтады, атом соғысы болмайды дегенге сеніп отыр. Ешкім қошқанағы шыдап, бір жері шыдап, атом бомбасын ата алмайды деп отыр. Сондықтан оны көптеп жасаудың керегі жоқ деді. Бүкіл Еуропа мен Америкадағы атом оқпасын қоссаң, бір Ресейдегі атом оқпасынан аз тұрады. Бірақ олар зымырандық жүйені дамытты, қаруының озықтығын дамытты, технологиясын дамытты. Орыс қайтты, санын дамытты, көлемін дамытты. Ал бұлар технологиясын дамытты. Сондықтан мәлім деңгейде олар орыстардан үстем шыққанменен, орыстар саны және қуаты жағынан бұлардан үстем болып отыр. Мысалы, орыстар совет кезінде 500 миллион TNT, тіпті 1 миллион TNT-лік қуатқа ие атом бомбасын жарды. Бірақ Еуропа мен Америка оны ешқашан жарған да жоқ, ойлаған да жоқ. Егер Хрущевті сол заманда мамандар, егер 1 миллион TNT-ді жарсақ, жер шарындық апат туады деп әлгіні сендірмегенде, ол жынды есуас коммунист жарып та жіберу мүмкін еді. Бірақ орыстардың сол 500 миллионның өзінен жер шары бітіп жамбастап 23,4 градус па, ана күн жүйесіндегі мына күн 9 планета тұратын тегіс жазықтыққа жер шары бітіп жамбастап жатады ғой, тегіс жазықты. Ода жер шар тік тұрмайды, жамбастап жатады. Алланың хикметімен 23 градус жамбастап жатқанда, жер шар сол жамбастаған бет айналады. Білесіздер, Марс сөйтіп жамбастап айналады, жер шар жамбастап айналады. Анау жаңа есек қырған Юпитер. Сосын Сатурн дегендер тіпті кейбіреусі тік айланады, мысалы. Оны енді мынау астрономиядан сауаты бар жұрттың бәрі біраз біледі, Сонда сонымыз бірденке 0,1 градус ауытқып кетіпті. Ол миллион жылда сөйте, ақырын градусы біте, өзгере деген. Сол орыстардың жарғаннан совет кезін сөйті. Сол орыстардың атом бомбасын жара бергеннен аралымыздың асты тесіліп, су құрып кетті. Сол орыстардың Семейде, Өскеменде, жалпы қазақ жерінде жарған 500 мәртеден артық атомның кесірінен бүкіл қазақ жер радиациялық у болды. Соның кесірінен міне белсіздік, береулік пайда болды. Соның кесірінен түйе іш тастайды, құстың жұмыртқасы іріп кетеді. Міне орыстың зұлымдығы. Енді қараңдар, батыс осы соғыста Украинаны керемет қолдады. Көп жұрт ойлайды, Секебай, сіз бұрын мына Бәкебай шалға онша раз емес едіңіз ғой, неге Бәкебайды айтасыз дейді. Бәкебай шал біздің, ол Бәкебай менің ешкімім емес о шал. Бірақ сол Бәкебай шал қазақ дейтін халықты тарихтан бері қынадай қырып келген. Қынадай қырып, көгертпей, көктетпей келген ең зұлым жауымыз. Орысты орнына қойған бірінші адам болды. Бәкебай шалдың тарихтағы еңбегін Джордж Вашингтонмен теңестіруге болады деп айтамын. Бәкебай шалдың тарихта жасаған еңбегін Совет одағын құлатқан Рейганмен теңестіруге болады деп айтамын. Егер кімде-кім орысты орнына қоя алса, осы зұлым, жауыз, құдайсыз, рашист, империалист, тек қынадай қырғыннан басқаны білмейтін, жүректерінен жаратушы Алла мейірімді алып тастаған Яжуж, Мәжуж қауымының сипаттары бар осы орыстарды орнына қоя алса, не тежей алса, онда ол біздің досымыз. Кем дегенде ол бізге пайдалы жұмыс істеп тұр. Оның мақсатында, ниетінде бізге пайдалы болайын демесе де, оның істеген ісі бізге пайдалы болып тұр. Енді қараңдар, НАТОның жиналысы қазір Вашингтонда болып жатыр. Енді осыдан ойлаңдар. НАТОның жиналысында Байден енді осы жолғы жиналыста өзінің жарнамасын мықтап жасау керек деп демократтар айғай-шу шығарды өткенде. Білесіздер неге? Алдыңғы жолы Тікебай шалмен дебатта Байден атамыз кібіртіктеп, жаңа тіпті кейбіреулердің деп қалды ма, әйтеу жөт көрінді ма, қақырынды ма, түкірінді ме, шалым біраз нетіп қалды. Артынан ойбай қызық қапты, ауырдым, әйттім, биттім деп ақталды. Рейтингісі түсіп кетті. Бірақ шал енді оңай емес қоян. 81 жаста сіз не істей аласыз, біз не істей аламыз, бір құдай біледі. Бірақ шал
Енді осы НАТОның жиналысында тағы басқа нәрселерде өзін көрсетіп бал жеу керек деді. Тіпті Конгрестің өзінде кейбір адамдар, әсіл демократтардың өзінде біз орнына басқа балама ұсынайық. Бұл шал енді ана Тікебаймен енді дебатқа шықса масқара боламыз. Орнына басқа балама қолданайық, басқа адамды жіберейік орнына дегенде шалың бәрін тыныштандырыпты. Ей, орысты кім орнына қойды депті. Менмін депті шал. Енді бұлан Твиттердегі сөз. Менмін депті. Орысты осы уақытқа дейін жаңағы әуселесі асып, майманасы тасып, қара ниеті қабынып, аптығы басылмай тұрған орыстың аптығын басқан кім деген ғой шалың. Жұрт үндемей қапты. Менмін деген ғой. Екіншісі деген. Тікебайдың кезінде НАТОң тарап кете жаздап еді ғой. Бірлескен ұйымдасқан осындай НАТО болып беді екінші дүниежүзілік соғыстан кейін депті. Соның бәрін бас қостырып, соның бәрін бір мақсатта, бір ойда, бір ауыз тығылып шығарған кім депті. Менмін депті. НАТОның осындай одақ болғанын көріп бедіңдер, Буштың заманынан кейін депті. Жоқ депті. Менмін депті. Міне. Демократиялық жүйеге, бүкіл адамзатқа қауіп төндіріп отырған Қытайды ауыздықтаған кім депті. Чибі бар, технологиясы бар, санкциясы бар. Кім депті? Менмін депті. Ал енді мені сол бір-екі кібіртік дегенме бола, анау енді жаңа тілі екі қарсы Трамптың езуін сол жерде нақ сол майданда бере қоймады деп, маған неміне кін артасындар? Деп шалың біраз адамдарды өзіне қайта қарады. Енді бұл шалды жасырар жоқ, бұл тума кекештігі бар екен, жас күнінде. Тіпті оқып жүргенде тума кекеш болып. Содан ұзақ уақыттағы жаңа тілдік дұрыстау орталықтарында бұл сөйлеп жүріп, жаңа тілінің кекештігін емдеп жазып алған екен. Енді ол тума, табиғат солай. Ол неге адам кекеш болады, оны бір жаратушы біледі. Енді біреулер психологиялық тұрғыдан дейді, біреулер жаңағы бала күнінде тұрақты бір тілдік ортада болмай, әртүрлі тілдік ортада өскен бала да сондай болып қалады дейді. Енді Құдай біледі, әркім әртүрлі айтады. Бірақ шалың сол кекештігін емдеп жазған екен. Енді мына ағылшын тілін білетіндер қайталап көрсе болар. Өткендегі дебатта шалымның соңғы кезде сөздің шыны менің өзім құлағымды бүйтіп тұрып тыңдап, не айтып кетті, тыңдай алмай қалдым да. Мен өзім тыңдай алмай қалдым. Бірақ мәселе бір нәрсенің сыртына қарауды емес, біреу сондай сұлу сөзді болады. Мысалы, Бекболат Тілеухан. Тілі қандай тәтті еді Бекболат. Үстел тұрып бүйтіп сөйлеген кезіңде қандай жүрегіңді қозғайтын әңгімелер айтатын. Бірақ сол қазаққа жақсылық істеді ма сол? Істеді ма? Жақсылық істеді ма солар? Жалпы солар істеді ма? Зұлымдыққа ұшырап жатқан қазаққа жақсылық істеді ма? Апатқа ұшырап жатқан қазаққа жақсылық істеді ма? Іштен жік шығарғаннан басқа. Бірақ тілі тәтті ғой, әдемі ғой. Қазірде жүр ғой солардың күшіктері. Бүкіл қазаққа отырып алып, осы ақыл айтып, жаңағы қатынды бүйтіп тәрбиелеу керек, баланы бүйтіп тәрбиелеу керек, келінмен ене бүйту керек дейді. Неге лицензияланған тақырыптар да? Лицензия. Тура солардан бұрын ене мен келін қатынасын ел білмей қапты. Солардан бұрын қызды қалай тәрбиелеу, күйеу баламен қатынас қалай болды қазақ білмей қапты. Міне қазіргі қазақтың бейшаралығы сол да. Сонда мен мына мысал келтіріп айтамын да. Жалпы сұлу сөз керек пе, іс керек пе адамдарға? Іс керек. Бұл жерде іс керек. Байден мен Трамптың мәселесінде айтатын нәрсе іс. Орысты орнына қойды ма? Қойды. Қойды ма? Қойды. Путин батпаққа басын тығып алды да Украинада. Не ары емес, не бері емес бейшара болды да қалды ғой. Шығайын десе тағы болмаған. Тастап кетейін десе тағы болмаған. Жеңейін десе қаруының несі жоқ. Енді мына дәл қазір Киевтің қақ ортасындағы балалар ауруханасына зымыранады. Мен Путинді кейде ойлаймын, Алланың шексіздігінде, ілімінде шек жоқ екен.
тура натоның жиналысы ашылатынынан бір күн, 2 күн бұрын Путин жанды құтырып Украинада Киевте баладар ауруханасына зымыранады. Қанатты зымыранады. Зеленский оны ұстай алмай қалды. Зеленский мына жақтан ұстайын дегенде, ана жағынан атады, ана жағынан ұстайын дегенде, мына жағынан атады. Неге? Зеленскийдің қолында 5-ақ патруль кешені бар. Патруль кешені дегенде, аспанға қарап бүйте бақ дейді. Көз алдың елестетті ана масалықтың ішінде қолыңа масадан қорқатын адам бүйте, масаға қышты бүйте, ұстап масағайды екен деген қараған сияқты. Сол масаға қыш, патруль деген сол шыбынға қыш, масаға қыш. Орыс жақтан ызыңдап, зымыран келе жатқанда соны қағып түсіретін. Зеленский жетеу беріңдерші деп сұрады. Жетеу беріңдерші деп сұрады. Сөйтсе әрең 5 берді. 1 минут кешіңіздер, мен 1 минут жерде. Міне, ассалаумағалейкем, қайтадан келдік. Ортада үзілін кешірім өтінемін. Енді қараңыздар. Бұл жердегі мәселе НАТОның жиналысынан бұрын Путиннің Киевке шабуыл жасауы мәлім тұрғыдан қарасаңыз үлкен гуманитарлық дағдарыс. Өлгендер кімдер? Сәбилер, көбінеки балалар, мүгедек балалар жаңағы. Және бұл аурухана. Еш қашан Путин өзін ақтай алмайды. Еш қашан Ресей билігі өзін ақтай алмайды. Бұл 2-ші дүниежүзілік соғыстың өзінде ауруханаларға, шіркеулерге, Қызыл Крест қоғамының орталықтарына, аш-жалаңаш жаңағы босқын халықтарды тамақтандыратын, ботқа беретін орталықтарға 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінің өзінде шабуыл жасалмаған. Тіпті зұлым фашист делінетін Жапонның өзі Нанкингде қырғын жасағанда жаңағы германиялық жаңағы Робима соның шіркеуіне және солар ашқан жаңағы босқын аш-жалаңаш халықтарға жаңағы күніне бір уақ жаңағы ботқа беретін, сөйтіп тірі сақтап қалатын сол орталықтарға жапондар тимеген. Міне, мынау 2-ші дүниежүзілік соғыстағы фашист деген елдер істемеген зұлымдық істеді. Ақтай алмайды. Бір. Екіншісі, бәленбай адам өлді, Киевте бұл дағдарыс болды. Мысалы, бұл адамдарда бір үрей пайда болды. Бір мемлекеттің астанасын қорғай алмай отыр. Бірақ бұл Украинаға пайдалы болды. Неге пайдалы болды? Міне біздің кеңістігіміз қорғансыз деді. Болмаса Зеленский жылап, еңіреп тұрып, Украинаның бас қолбасшысы еңіреп тұрып, сыртқы істер министрі қанша жиналыстарды айтты. Бізге әуе қорғаныс кешені керек. Біздің аспанды жабу керек деп. Біздің аспанды кәдімгі Ресей атқан зымырандар, қанатты зымырандар жаңағы кіре алмайтын қылып қорғау керек біз деді. Жетпеді. 7 сұраса 5 береді. Оны Зеленский қайда жібереді? Алдыңғы шепке жіберсе Киев қорғансыз қалады. Ал Киевке қойса алдыңғы шеп қорғансыз қалады. Ол маңызды әскери қамбаларын нысана қылып сол жерін қорғай ма? Қысқасы былайда жаңағы бір бейшара жаңағы бір не дейміз енді. Етегінен тарса басына жетпейді, басына тарса етегіне жетпейді. Жаңағы бір қысқа бір неде тұрда бір бейшара бір сөңде бір бұрышта бір одеял жамылып тұрған, бір көрпе жамылып тұрған бір бейшара сияқты да жаңағы. Бас тоңып кетеді, бас жағына тартады, аяғы ашылып қалады, аяғына жапса бас ашылып қалады. Тура сол сияқты болды да. Енді тура осы кезде НАТОның жиналысы болады. НАТОның жиналысы болғанда бірінші мәселе біз Украинаға енді әуе кеңістігін қорғайтын құралдарды береміз деген шешім шықты. Кем дегенде Украина бұғанға дейін ала алмаған қаруына осы жолғы жиналыста қол жеткізді. Ол қарудың қатарында F-16 да бар. Ол қарудың қатарында Патриот 3 де бар. Ол қарудың қатарында Еуропа, Американың басқа да қарулары бар. Тіпті Англияның премьер-министрі жаңадан таққа шығып, жұрттың бәрі осы қалай екен? Осы енді Украинаны қолдай қоя ма, қолдамай қоя ма? Ой, өзі Украина сен тұра тұршы, менің Англиямның халқының өзі мұғалімдер менен дәрігерлер күнде ереуілдеп, мына қымбатшылық айлықты өсір деп бастық атырып жатыр, сен тұра тұршы дей ма деп күтіп отырған. Оны мен де күтіп отырған.
Себебі Англияның қарапайым мемлекеттік бюджеттен ақша алатындары кәдімгідей дыңғырлап кеткен болатын. Сөйтіп еді, бұл алды да Зеленскийге бірінші кезекте премьер-министр бола салып, бірінші кезекте Зеленскийге хабарласып не деген? Біздің Storm Shadow Ресейдің қалаған жеріне атса рұқсат деген ғой. Өзің біліп ат деген ғой. Енді Ресейдің Сахалины ма, Қырым ба, орталық Ресей ма, Сібірдің ормандағы біз білмейтін аты жоқ картада түспеген жердегі бір әскери базасы ма, мұнай өңдеу зауыты ма, анау ма, мынау ма, Storm Shadow'да ата бір дейді. Бұл осы жолы Путиннің шын мәнінде бүкіл адамзатқа жасаған көмегі тырнақша ішінде. Украинаға жасаған көмегі. Тура НАТОның 75 жылдық алдында Киевті бомбалап, оның өзінде балалар ауруханасын бомбалап, Путин бүкіл дүние жүзі халқының Украинаға деген тілектестігін тудырды. Украина жылап еңіреп қол жеткізе алмай жатқан қаруларды осы жолғы Путиннің бомбалауынан кейін, әуе шабуылынан кейін қол жеткізе алатын болды. Енді Путинді есерсоқ дейсің ба, жынды дейсің ба? Жоқ, Құдай оны сөйтіп жаңылыстырып отыр ма? Міне. Америка алдыңғы жол көп жұрт ойлайды, ойбай нені ATACMS-ті қолдануға рұқсат беріп еді ғой деп. Америка бергенде тек Харков маңында қолданасың деді. Неге? Харковтың маңында орыстар құттырынып кетті ғой. Бәлен сап қоздалдық, түген кал қоздалдық. Ойбай, біздің ұлы орыстың бәленбай жерін кеңіттік деп орыстар құтырынып кетті ғой. Содан алды да Байден шал рұқсат берді. Сол Харков төңірегінде қолданыңдар деді. Ары бармаңдар деді. Ары бармаңдар. Бокста бар ғой, бокстың өнерін білетіндер біледі ғой, мына кіндіктен төмен ба, қай жерден ұрғызбайды ғой мысалы. Одан төмен ұрсаң, жаңағы ескерту аласың. Тура сол сияқты Байден шал айтты, Харковтың маңында біраз қаттырақ ұрып жүрді, сосын ары қоя қойыңдар деді. Зеленский сұрап жатыр. Бізге рұқсат беріңдерші, біз маңызды нысандарға ұрайықшы. Себебі алдыңғы шепте біз ұрғанменен, артқы шебінен оған тоқтаусыз адам келіп жатыр ғой. Біз дұрыстап тұрып, бір құлашты кетіп тұрып, келе жатқан әскери көмекті техниканы сол қозғалмай жатқан жерінен ұрып құлатайықшы деп оған рұқсат бермей қойды. Міне, бірақ бір жамандықтың артында жаратушы Аллах хикметімен бір жақсылық жасырады дегендей, әрбір сынақтың, әрбір қиындықтың артында оның бір жақсы сыйлығы болады деп айтатындай, осы жолғы Харковтегі бұл ауруханаға жасалған Путиннің шабуылы керісінше Украинаға аса үлкен пайдалы болды. Және бұғанға дейін көп нәрседе, неше түрлі себептерменен орысты бір жолата тасталқан қылатын мүмкіндігі болса да, тізгінді тартып отырған батыстық саясаткерлер халықаралық қысымнан да, ақпараттық қысымнан да, ар-ұят қысымынан да именіп, енді Украинаға біраз нәрселерді бере бастады. Әңгіме қайда жатыр. Енді сіздерге жаңағы 18 триллион Қытайға салынатын штраф туралы айтайық. Көп жұрт ойлайды. Қытай бұны төлемейді деп. Атасының басы төлемейді. Америка бастайды, Еуропа қостайды, НАТО окей дейді, Еуроодақ мақұл дейді, болды, бітті. Ақсарбас қой сойып, бас бармағын ақсарбас қойдың қанына малып тұрып, ақсақалдар баталасып уәделеседі, болды, сосын Қытай қайда қашады. Неге? Тек бір Қытайдың алдыңғы президенті, мысалы, әзіргі Ши Цзиньпин, оның алдында Ху Жинтау, оның алдында Цзян Зэмин деген болды. Сол Цзян Зэминнің әулеті, соның ұлы Жаң Менхің дегеннің Швейцарияға тыққан ақшасының өзі $500 миллиард екен. Жарты триллион. Енді ойлай бір. Ши Цзиньпиннің әулетінің өткенде шетелге тыққан ақшалар, Ши Цзиньпиннің тек батыста заңсыз жаңағы $700 миллион ақшасын бір жылтың еткізіп айтып қойды. Ол неге ары қарай көп айтылмай қалды? Ол бірінші доклад деді, бірінші басқыш деді. Ол Ши Цзиньпинді, әй сен абайла деген сөз. Көп ескертулер. Міне. Енді қайтты 18 триллион жоқ. Көп жұртқа мен бірдеңкені түсіндіре кетейін.
тура 1900 жылы, осыдан 124 жыл бұрын, анығын айтқанда 1899 және 1900 жылдарда дәл осы Қытайда, Пекинде, Шантон қаласында бұл Қытайлар құтырынып, жаңағы боксер ребеллен деген ребеллен болған. Яғни жұдырықшылар бүлігі деген бүлік болған. Көп жұрт ойлайды, жұдырықшылар бүлігі не істейді. Ағылшынша боксер ребеллен деп іздесеңіздер шығады. Бүлік. Ал бұл бүлік, тарихи бүлік, сол заманда Манчжур империясы, яғни Чин династиясы батыстықтармен келісіп, батыстықтар кейбір жаңа соғыс болды, анау болды, мынау болды, кейбір порттарды батыстықтарға бөліп беруге мәжбүр болды. Сөйтіп батыстықтар Қытай империясымен келісе отырып, жаңағы өздері жаулап алған жері бар, соғыста төлем алған жері бар, жаңағы адамдар Қытайда жүрді. Шіркеулер ашты, доқтырханалар ашты. Ең алғашқы мына Қытайда қазіргі ең атақты дейтін университеттердің дені сол кезде ашылды. Пекин университеті, Шанхайда Фудан университеті, ана университет, Чинхуа университеті, солардың барлығының базасы, орталығы сол жылдарда ашылды. Ең бастапта сол бір оқу орталығы болып, тәрбиелеу орталығы болып, артынан ғимараттарды сатып алып, оның артынан жаңа тағы бір жерден филиалын ашып, сөйтіп ең соңында солар атақты университет болды. Және ең бастысы өмірі буддист болып, аруақшыл болып, Құдайдың жаңағы ақиқатынан шеттеген наным сенімде жүрген Қытайларға илахи кітап, Інжілді көтеріп келіп, оларды шоқындыру сол кезде басталды. Сөйтіп Қытайлар, жаратушы біреу екен ғой, ол анау біздің тастан жасап алған, балшықтан құйып жасап алған бұт құдайымыз емес екен ғой. Жаратушы ол бір шексіз пауыр екен ғой, шексіз күш екен ғой, шексіз ғылым иесі, ілім иесі екен ғой. Жаратушы адам бендесіне сөйтіп елшілерді жіберген екен ғой. Сөйтіп жаңағы ана елші, мына елші, ана пайғамбар, мына пайғамбар деп келіп, мына Иса деген пайғамбарды жіберіп, сол Иса деген пайғамбарға түскен кітап Інжіл екен ғой. Оның алдында Мұса деген пайғамбарды жіберіп, оған жаңағы Забыр Тауратты жіберіпті, содан мына Исаға Інжілді жіберіпті деген ұғымды Қытайлар ең алғаш сол 1890 жылдардан кейін 1900 жылдарда білді. 124 жыл бұрын білді. Бұл шіркеулер жай ғана шіркеу болып қоймай, мына надандықта, ғафлетте, адасушылықтың шегінде жатқан Қытайға бірінші медициналық орталықтарды ашты. Бұл шіркеулер жай шіркеу болмай, ол ең алғаш қайырымдылық орталықтарын ашты. Қытай тарихында ондай орталық болмады. Ең алғаш жетім балаларды бағып алатын орталық ашты. Бұл шіркеулер жай шіркеу болмай, Қытай тарихында өмірі болмаған, тастанды болған, күйеулер өліп қалған әйелдерді бағатын, тәрбиелейтін орталық ашты. Қытайларда аса жаман ырымшылдық бар. Жаман ырым етеді, ырымы қырын кетеді деп қазақ атам айтады ғой, өте жаман ырымшылдық бар. Олар күйеуі өлген әйелді не дейді? Оны жамандық әкеледі дейді. Сосын ол әулет не өзінің жұртына, не жаңа күйеуінің жұртына сіңбейді. Бізде еркек қайтыс болса, амангерлікпен ана тұқым жатқа кетпесін деп ана әйелді төркініне қайтармайды. Сол әулет, сол тайпа, сол ру, тіпті сол өлген азаматтың аға бауыры жаңағы әйелді әмеңгерлікке алады. Мақсат не? Мақсат не? Ана тұқым жатқа кетпесін, бала жетім болмасын дейді. Ол бала өзінің туған әкесі болмаса да, туған әкесінің аға бауырын не дейді? Әке орнында көреді. Оның жаңағы өгей әкесі, оны жат, өзі білмейтін жат еркектің тұқымы емес, өзінің бауырының, туысының ұрпағы болғаннан кейін оған күйінеді. Жаңағы әйелде далада қалмайды. Далада қалмағаннан кейін қайтеді? Зина, анау мынау суық жүріс, анау мынау болмайды. Міне бұл қазақы керемет тапқырлық. Ол әйелді міндетті түрде жаңа өлген жігіттің туысы бас салып, немесе әбден жаңағы әлі кеткен, шамасы жоқ бір шал мәжбүрлікпен алып алды дегеннің бәрі Совет кезінде мынау
қазаққа қазақты сүйкімсіз көрсету үшін шыққан үгіт насихаттағы әңгіме. Ол әйелге таңдау еркі берілді. Ол әйел де жаңағы ауылдың ішінде егер қаласа әлі әйел алмаған бойдағы жігітке де шығуға құқы болды. Қазақ тарихында ондай дәлелдер жеткілікті. Ол әйел қаласа әйел алмаған жас жігітке күйеуге шығуға құқылы болды. Ол әйел қаласа сол еркектердің ішінде өз ұнатқан, батыр тұлғалы, ер мінезді, өзін асырай алатынға тоқалдыққа да шықты. Қазақтардың тарихы, енді соғыс тарихы ғой. Біз өмір бойы соғыста жүрдік, е? Мысалы, қаншама қазақтың мықты жігіттері соғыс кезінде, жоңғармен соғыс кезінде жаудың қызын алады. Жаудың қызын алады. Біздің жоңғар жойылды деген бекер сөз. Біздің бәленбай шешеміз жоңғардың қызы. Қазақ хандарының бәленбай шешесі жоңғардың қызы. Небір мықты деген тарихи ірі тұлғаларымыздың әжесі, шешесі жоңғардың қызы, қатыны жоңғардың қызы. Ол тарих, біз ол шежірені жаттап өстік. Біздің аталарымыз айтып отыратын, ананың бәленші шешесі жоңғар, ананың түгенші шешесі қалмақ деп отыратын. Сонда жоңғар жойылды ма? Жоңғар жойылған жоқ. Қазақтар мақтанбай ақ қойсын, жоңғарды жер бетімен жойдық деп. Жоңғардың еркегін қырғанмен қызын, қарындасын, қатынын тоқалдыққа алып, содан бәленбай қазақ өстік. Денкімізді тексеріп кеп жіберсе, бәленбайымыздың денкімізден жоңғардың қаны, мен жоңғардың денкісімін деп сумаң етіп, сапаң етіп шыға келеді. Міне, мен мына көп нәрсені ғылыми тұрғыдан айтамын да, көп адамдар онша ұнатқысы келмейді, олардың нәпсі бойынша, нәпсін ұнамайды да. Жаңа біреуді жек көрсе бірақ жек көру, теріс десе бірақ теріс деу дейтін нәпсілік тұрғыдан да. Бірақ бұл шындық. Бұл жаратушының шындығы. Ақиқат сүйкімсіздеу болады. Тыңдауға да сүйкімсіз, қабылдауға да сүйкімсіз болады. Бірақ шындық осы. Шындықты айтасың, бетің жарық болады. Кешіріңіздер, мен бір стақан кофе ішіп алайын. Сұрақтарыңыз болса ортада қоя беріңіздер. Мен бір ойымды бір жинақтап алып, НАТО-ның жиналысы туралы бір әдемілеп отырып бір ақпарат берейін. Ал екінші мазмұнымызға келейік. Жаңағы Қытайдан алатын төлем мәселесі. Ол түбі қозғалады. Себеп Қытай әлінен асты. Столтенберг, НАТО-ның жаңағы басшысы, Қытай есін жисын деп тұрып айтты. Олар Қытай әлі бір жағынан соғысып жатқан Ресейді қолдап, Ресейге қаржылық, қарулай, техникалық көмек беріп, бір жағынан Еуропа, Америка мен Батыспенен жақсы қарым-қатынас сақтап, сауданы жүргізе беремін деп ойламасын, ондайды түсінде де көрмесін, қиялдамасын деп айтты. Столтенбергтің бұл сөзі, ол тұтас НАТО-ны қолын ұстаған кісі ғой. Бұл сөзі Батыстың Қытайға деген соңғы көзқарасы. Қытай мен Еуропаның, Қытай мен Американың қатынасы бітті. Бұғанға дейін, мысалы, көп жұрт ойлады, неге бір жолда кесе салмайды деп. Бұл жерде ол мен емеспін ғой. Егер мен бүкіл НАТО-ның басшысы мен болса, мен шыға салып, қызметіме жарияланып, жаңағы ансуымды ішіп қызметке отырған күнімде мен бірінші нәрсе Орыс пен Қытайды құртатын бұйрыққа қол қояды дедім, ойланбай. Ол мен. Бірақ Еуропа мен Америкада кейбір саясаткерлер ол мен сияқты ондай көзқарасты емес. Себебі оны сол таққа отырғызған кімдер? Алпауыттар. Ол сайлауға президенттікке түсетін кезде қайтеді? Алпауыттардың қаржысымен шығады. Оның сайлауда жасайтын жарнамасы, телевизорға шығу керек, ол анда ұшып бару керек, мында бару керек, ол команда дайындау керек, оның киім, оның дизайнер, оның шашы, мына менің шашым құсып, бүйтіп өскен шашпен отырмайды. Ол күніне қырқады оны. Мына мен шашым міне өсіп кетті, міне шет. Менде уақыт жоқ шаштарызға баратын. Уақытым жоқ. Алдым күні барам дедім, уақытым жоқ әлі. Оның бәрін ақша керек жаңа командаға.
Оның сөзін дайындайды. Оған адамдар мына жинаста былай айтыңыз дейді. Ол тұтас команда, оған ақша беру керек. Мысалы мен де хат жалғым келеді. Мен де көмекші алғым келеді. Ақша оның барлығы. Дұрыс па? Мен де мысалы менің лекцияларымды ағылшыншаға аудартып кітап қылып шығартқым келеді. Кім аудармашы? Ақша беруім керек. Ал ол ақша менде жоқ. Мысалы. Мен де мысалы қаласам Нью-Йорк ұшып барып, қаласам Вашингтонға ұшып барып, қаласам Лондонда, Берлинде жүргім келеді. Оның бәрі ақша. Мен де айналамда жаңағы жүздеген жұмыс топтарымды құрып алып, жаңа аудармашы топ, ана топ, мына топ. Мен де халықаралық жиналыстарға барып жүргім келеді. Ақша. Ал жаңа саясаткерлер қайтеді, оны істейді. Бірақ ол ақшаны кім береді? Миллиардерлер береді. Ал ол миллиардерлер оны қолдап отырып, жаңа мүдделі партия болып ұйымдасады. Ол ақша беру десе, ойламаңыздар, ана советский мен ақша береді, парамен шығады деп. Жоқ, ол оны бәрі бірігіп, ортақ ақша шығарып, анау мұнша, мынау мұнша шығарып, сосын партия болып ұйымдасып, қызмет тобы болып ұйымдасып, билікке келгеннен кейін қайтеді. Енді жаңа Қытайға қарсы қатаң шешім қабылдайын деген кезде, оның партиясындағы маңызды адамдардың біреусі Қытайды қазірше бүйтпейік дейді. Неге? Сол адамның корпорациясының филиалы Қытайда тауар өндіріп, Қытайдың миллиард халқына сатып, ол содан бәленбай миллиард ақшаны тауып отыр жылына. Мысалы, Германияда Шолц Қытайға қатты келе алмайды, Германияның канцлері. Неге? Шолцтың өзінің Қытайда бизнесі жоқ. Оның Қытайда бағып отырған қойы, сауып отырған биесі жоқ Шолцтың. Бірақ Шолцты Шолц қылып Германияның канцлерін сол таққа әкелген кім? Германиядағы саяси топтар, соның партиясы. Шолцтың партиясының атын мен білмеймін, білетіндер тексеріп жазыңыздар астында. Сол партия. Ал ол партияны қаржыландырып отырған кім? Оның штаб пәтерін құрып, әрбір Германияның қаласында оның ғимаратын алып бердін, майын төліп, оның медиасын қаржыландырып, оның журналистерін қаржыландырып, оның жазармандарын, ақылмандарын қаржыландырып отырған кім? Германиядағы ірі капиталистер. Ал ол ірі капиталистер кім? Есептеңіздер, Германияның ірі капиталистерін есептеңіздер. Bosch техникасы бар ма? Бар. Siemens бар ма? Бар. Ары қарай өздеріңіз білетін Германияның автокөліктер, медициналық жабдықтар өндіретін компанияларын санай беріңіз. Солар Шолцты Шолц қылып отыр. Ал Шолц Қытайға барған кезде қайтты. Ши Цзиньпин бүйтіп күтіп алды. Ал ол жерде не болды? Себебі Қытайдың медициналық жабдықтарының дені Германияның. Германиядағы өндірушілер Қытайға сол жабдықтарды өндіртіп ақша алып отыр. Техника, тұрмыстық техника. Германия. Олар Қытайдан пайда алып отыр. Миллиард халық олардың тұтынушысы, клиенті. Енді Шолц Қытайға қарсы қатаң шешім шығара ала ма? Міне